Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір біз қазақ тілі пәні бойынша мәдени мұра ортақ тақырыбы бойынша бірінші жиынтық бағалауды жазатын боламыз. Балалар, сөйлеу әрекетінің түрлері бізде төртеу, яғни тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Ал бүгін біз бірінші жиынтық бағалауда тыңдалым және айтылым бойынша айтатын боламыз. Ал оқу мақсатымызға келетін болсақ, аудио бейне жазбаны мазмұнына өзіндік баға беру, сұхбаттасыңның жасын жай-күйін ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу. Бағалау критериіміз болса, аудио бейне жазбаның мазмұнына қатысты пікір білдіреміз және тілдік нормаларды сақтай отырып, берілген тақырып аясында диалог құрастыратын боламыз. Ал ойлау дағдыларымыз деңгейі жоғары деңгей дағдыларын қолданатын боламыз. Балалар, біздің орындау уақытымыз 20 минут. Ендеше бастаймыз. Бірінші тапсырма. Бейне жазбаны мұқият тыңда. Яғни, бейне жазбада не туралы айтылды, көтерілген мәселені анықтап, оған қатысты өз ойымызды айтатын боламыз. Ал мен қазір бейне жазба мәтінін қысқаша айтып өтейін. Ежелден бері адамзат өзінің шыққан тегі түп тамыры туралы өз мәдениетін, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін ұрпақтан ұрпаққа таратып келген ата-бабалары туралы ақиқатты білуге ынтық. Көне тарихтың бір бөлігі бізге халық шығармашылығының тереңдігінде жатқан аңыз әңгімелер түрінде жетті. Ал ежелгі заман, тіпті орта ғасырлар туралы сөз қозғағанда әрқашан жазбаша дереккөздердің жетіспеуі сезіледі. Және көп жағдайда оларға қарап, оқиғалардың желісін жаңғырту қиынға соғады. Осылайша археологиялық материалдар болмаса, туған жердің тарихын елестету мүмкін болмас еді. Жұртты дүрліктірген археологиялық ашулар құнды тарихи жәдігерлерді беріп қана қоймай, өткеніміз жайлы қазіргі түсінікті түбегейлі өзгертеді. Сонда да археология ғажап ғылым. Археолог ғалымдарының қолына түскен жәдігерлердің арқасында ондаған жылдар бойы біле алмай келген ең қызықты құпияларының беті ашылғандай. Ата-бабаларымыздан қалған мәдени мұраның бәрін сақтап, көбейту, бабаларымызға сол сан ғасырлық жәдігерлерді тапсыру қазіргі буынға басты міндеті болады. Балалар, бейне жазбаны мұқият тыңдадық. Енді осыған қатысты өз ойларымызды айтатын боламыз. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Берілген суреттерге сүйеніп, жұпта мәдени мұра баға жетпес байлық тақырыбына диалог құрастырамыз. Балалар, назар аударып қарайықшы. Бірінші суретте бізде археологиялық қазба жұмыстары берілген. Ал екінші суретте тайқазан, яғни үшінші суретте берілген Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ортасында орналасқан тайқазан көріп тұрсыңдар, балалар. Ал үшінші бұл Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің суреті берілген. Ал төртінші суретте мәдени мұра кітабы берілген екен. Міне, балалар, осы берілген суреттерге сүйене отырып, диалог құрастырады екенбіз. Балалар, мен сендерді бағалау критериймен таныстырып өтейін. Бірінші тапсырма бойынша мәтінде көтерілген мәселені анықтап тұжырымдайсыңдар. Мәтіннің мазмұнына қатысты өз көзқарасыңды айтасыңдар және ойдың дәлелді, жүйелі, еркін жеткізулерін қажет болады. Демек, бірінші тапсырма бойынша біз 3 балл жинауымыз қажет. Ал екінші тапсырма бойынша тақырыпқа сәйкес диалог құрамыз. Сұхбаттасына мәнмәтінге сәйкес сұрақтар қоямыз. Сұрақтардың мазмұнына сәйкес нақты жауап береміз және сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтаймыз. Яғни екінші тапсырма бойынша 4 балл, барлығы 7 балл жинауымыз қажет екен, балалар. Балалар, ендеше сендерге сәттілік тілеймін.